Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Ұлттық қордан балаларға алғашқы қаражат түсе бастады. Оны қайдан көруге болады, қалай тексеріп, қай жерден көруге болады, сіздерге айтып өтемін. Соңына дейін қараңыздар. 1 ақпаннан бастап қазақстандықтар ұлттық қор балаларға бағдарламасы бойынша балаға есептелетін соманы біле алады. Ақпаратты kids.nff.kz сайтында жарияланған. ЖСН бойынша баланың бағдарламаға қатысатынын тексеруге болады. 2006 жылы және одан кейін дүниеге келген Қазақстанның барлық баласына жыл сайын Қазақстан Республикасының ұлттық қорының инвестициялық табысының 50% түсіп тұрады. Табыс есепті жылдың алдындағы 18 жыл ішінде орташа сомамен есептеледі. Барлық бала бірдей сома алады. Сервис қазірдің өзінде жұмыс істеп тұр және әрқайсысына шамамен $100, яғни 45 мың теңге есептелінгенін көрсетеді. Ақпарат алу үшін ЖСН енгізіп, тексеру түймесін басу қажет. Ол үшін телефондағы Google приложениесіне кіріп, kids.nff.kz деп жазсаңыздар, ұлттық қор балаларға бағдарлама туралы шығады. Соның астына қарай түсеміз. Осы астына түскенде, мына ЖСН енгіз, тексеру батырмасын басыңыз деген, осы жерге баланың ЖСН жазамыз. Мен толықтай жазбай-ақ қояйын, сіздерге түсінікті болу үшін. Толықтай осы жерге ЖСН номерін жазып, тексеру кнопкасын басасыздар және қанша түскенін көре аласыздар. $100-дан, мысалға $100 5 есептеп өтсек, мына менде 4 балам бар, 4 балама $402 түсіп тұр, 402,18,581 теңге. Осылай біле аласыздар. Берген ақпаратым пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, каналыма жазылып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.